Төреғали Төрәли, үкіметтің адамы ма? Әншінің өзі не дейді? Әнші Төреғали Төрәли өзін үкіметтің адамы деп айыптаған желі қолданушысының пікірін жариялап, оқырмандарын ойландырып қойды, деп хабарлайды Массагет.кз тілшісі. Әнші TikTok'тағы бір видеоның астындағы желі қолданушылардың пікірін скринеп жариялаған. Онда Талиян есімді қолданушы Төреғали үкіметтің адамы ма деген сұрақ, егер шын жауап берсе, деп жазған. Ал оған 939 АПК-13 атымен тіркелген тағы бір адам айдан анық қой ол, деп жауап берген. Талиян есімді қолданушы, иә, өйткені Қазақстанда бір шу болып жатса, осы кісілер адамдардың назарын аударып, ұмыттырғысы келеді деп қайта пікір жазған. Ал Төреғали Төрәли өзінің сіз де солай ойлайсыз ба деп оқырмандарына сұрақ қойған. Қазірге дейін дауыс бергендердің 65%-і жоқ деген жауапты таңдаса, 35%-і иә деп жауап берген. Еске салайық, бұған дейін Төреғали Төрәлінің қорғаушысы Эльнура Кішкенебаева әншінің есірткіге тәуелділігі жоқ екенін айтқан еді. Бізде 3 сағаттай уақыт болды. Біз Төреғали Төрәлінің қайда екенін білмедік. Біз оны іздеп жүргенде біраз уақытымыз кетті. Ал ол кезде өздері жалған сараптама тағайындап қойғанын білдік. Бірақ біз қанға сараптаманы қайта тапсырып шықтық. Ол кезде қан құрамында ешқандай есірткілік заттар болмады дейді адвокат Эльнура Кішкенебаева. Ал оның алдында Төреғали Төрәли көше сыпырып жүрген видеосын бөліскен еді.